Қағаздың әлеміне қош келдіңіздер. Бүгін біздер блокнот сәндейтін боламыз. Яғни менің осындай ноутбук деген Chrome блокнотым бар. Осындай. Өте сырты күшті дауыс шығады. Мен бүгін осыны сәндейтін боламын. Сіздерге сәндеуге, яғни блокнот сәндеуге кішкене қалай деуге болады. Мотивация дейміз бе, сондай бір нәрсе. Менің блокнотым уже полностью болады. Міне, қараңыздар, неше бет толып тастағам. Міне, сондай көп беттер. Неше бет осыда. Осыны толтыратын боламыз. Яғни мен бүгін осыны толтырған болатым. Бүгінгі видеода біз осы бетті толтырамыз. Достар, айтқандай, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің ағаммен спорласқанмын, яғни менің ағам, ода 5 подписчик, менде 9 подписчик. Сондай, біз осы 15 подписчикке жетуіміз керек. Біз спорласқанбыз. Мен оған, если не жетсем, біз Бабблтиға спорласқанбыз, да? Если мен женсем, ол ағам маған Бабблти алып береді, ал мен болсам, ол кісі женсе, мен оған Бабблти алып берем. Достар, тез-тез 15 подписчикке жеткізсеңіздер, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Тез-тез, давайте, достар. Тез-тез 15 подписчикке жеткізіп тастаңыздар. Достар, тіркелдіңіздер ма? Тіркелдіңіздер, біз жарысып жатырмыз ғой. Енді біз көп созбай сәндейік. Міне, менің осындай бет. Мен жартысы, яғни сіздерге көрініп тұр, жартысы жетпей жатыр, камераға сыймай жатыр жартысы. Маған ыңғайлы болсын, осындай неге түсіріп жатырмын. Термос и осыны былай үстіне қол қойып түсіріп жатырмын. Бұл үшін бізге, яғни білетін шығарсыздар, канцелярия, қалам, фломастер, қарындаш, ручка, мынау дегендей. Соны бір сөзбен айтқанда канцелярия дейміз. Достар, менде 2 пенал, осының ішіндегі заттар. Менде осындай бір не бар. Осындай. Мен негізі блокпен істеген кәптірім. Менде осындай не бар, блокпен. Ішінде өте көп нелер бар, карточкалар. Мұны қараңыздар. И бұл моя рабочий столға обзор дегенде сол кезде көрсетемін. Достар, мен осының ішінен қайсын таңдаймын. Так, осы жерден көрсететін сияқтым, өйткені осы жерден таңдаймын деп жатырмын. Менің любимый немлерімді жабыстырмаймын. Ол өзіме керек. Не очень болса, сондайларды жабыстырамын. Так, қандай жабыстырсам болады. Достар, давайте Барби жасайық осындай. Карточкамен қалғандары қараңыздар, әдемі ғой. Оларды мен жабыстырмаймын уже. Достар, осы жерде жинабайын кішкене. Достар, жинадым ма кереудегінде, мен осы Барбиді жасайтын боламын. Осындай жақта бар. Қажағын қойсам болады, ашағын қойсам. Осы жағын қойын ба. Бірақ осы жақ әдемірек, мына жақта әдемі. Қайсын қойырым деп білмейтін. Негізі басты бет осы қойын. Осы қойын ба. Артқы жағы бет. Бірақ бұл тоже әдемі. Әдемі. Бұлай деп тұр, әдемі. Бұл кішкене әдемі емес болып тұр. Бірақ басы бет, артқы бет. Соны түсінбедім. Қалай қойсам болады. Достар, менде осылай қойып берейін. Так, бізге клей керек. Клей, и біз бұны, яғни, не істейміз? Клейлейміз.
не істеп жабыстырайын. Маған қисығынан тұрған ұнайды. Яғни қисық күйінде тіп-тіз отырса бір түрлі, қисық тұрған әдемі болады. Осы соңғы жағына жабыстырдым. И маған қазір разноцветный ручка керек. Менде осындай разноцветный ручка бар. И осы бізде розовый аламын. Осы сыртын ұстап ал. И мен осы жерге Барби деп жазам. Так. Үстіне мен осыған қойып отырмын. Бұл астын сүрет. Енді қолмен өзім үстіге қол апарып атым. Сөйтіп, үлкен жоқ, кішкене. Маған кішкене ыңғайсыз болып тұр. Достар, мұны да көзді қойып жазып алайын, маған өйткені ыңғайсыз болып тұр. Достар, мен істеп сыздым. Осында Барби, вау, Барби деген. И маған қазір маркер керек. Розовый түстім. Сонымен кішкене украшение жасап қоймын. Істеп сызып кішкене украшение жасаймыз. Кішкене жұқпай қалды. Достар, менде осындай фломастер бар. Менде екі сондай. Біреу фломастер, біреу маркер дейсің ғой. И сызамыз. Істеп сызамыз. Сызамыз. Достар, неге мен көп паузаға қойып жатқанды айтайын. Себебі маған ыңғайсыз. Мен видеоны бірінші рет түсіріп жатырмын. Яғни бірінші рет түсіріп жатқанымда дегенде мен видеоны бірінші рет емес, түсірген 9 видео түсірген каналға бумажный сюрприз. Оларды удалить еткенмін. Себебі олардың качествосы андай нашар, бұлыңғыр болғандықтан өшіріп тастадым. И мен ол кезде бала бумажек деп немді қойдым. Сосын мен қағаздың әлемі деп басқа андай қағазбен жұмыс жасайтын нелерді көрсетемін. Маған ол кезде бумажный сюрприз түсіргенде просто істеп тура отырған. Мен бір қолмен кәдімгі сызып, бір қолмен телефон ұстап етіп көрсеткен жоқпын. Просто бір орында тұрды. Сол үшін сондай болып қалды, достар. Менде істеп сызып бояп істеймін. Енді мынандай кішкене немен тоже украшение жасаймыз. Сөйтіп. Бұны да енді паузаға қоя тұрамын ба, әлде сізге көрсетем ба, білмеймін. Қызыл ма, білмеймін. Розовый, бірақ сырты розовый. Еще ашық. Кептір, бірақ өзімді қызыл сияқты. Жаман болып қалды. Розовый ма деп қарасам негізінде қызыл екен ғой. Кейбірді істеп шатастырып жібереді. Осында маркерлер, фломастерлерден. Менде енді розовый карандашпен істейміз. Әдемі болып жатыр. Маған новый
маркер ма, фломастер ма алу керек. Фломастер онша емес, но маркер аламын, достар. Скоро. Күтіңіздер. Достар, жақында блокнотқа ма или мой рабочий столға обзор шығатын шығар. Енді бір-екі күнге ма, білмеймін. Бірақ сразу келеді уже мой рабочий столға түсірген ыңғайсыз ба? Қалай, достар? Комментарияға жазып кетіңіздер, мен комментарияны ашық қылдым. Окей, достар, келісеміз. Айтқандай подписка жасаңыздар. Мен жарысып жатырмын, білесіздер ғой енді. Міне үстіп әдемі қылдырып істеп жатырмын. Қараңыздар. Мына жазуды қарасай, жазуды әдемсін-ай. Өз жазуым өзім таңғаласың дейсің ғой. Өз жазуыма өзім таңғалып жатырсың ғой дейсің ғой. Бірақ әркім өз жазуын ұнатады. Бірақ кейбірі ұнатпайды. Неге мен жазуым мынандай жап-жаман, басқалардікі әп-әдемі дейтіндер болады. Бірақ мен оның қатарында емеспін. Кім соның қатарында, конечно, комментарияға жазуды ұмытпаймыз. Достар, біз сөйлеп отырып уже 11 минут сөйлеген ғой. Бұслай сызамыз. И менің любименем сердечко керек. Сондай, пен ма сондай. Үстіп сызамыз. Мен коровке білетін шығарсыздар, хит болған. Осы 2023 ма, 2024 ма. Мен коровка деген хит болған, короче, сондай ала жолақ сиырдың несі сияқты ғой. Сондай шыққан. Осындай болды. Достар, осымен біздің видеомыз өз мәресіне жетті. Ұнаса лайк басып, төмендегі подписка дегенді қызыл тұрған соны сердечко айландырып, оның қасындағы колокольчикті басып, весе дегенге қойсаңыздар, мені видео шыққанын күтетін боласыздар. Достар, осы шарттарымды орындаңыздаршы. Біздің уже видеомыз аяқталды. Яғни білесіздер, уже бір сөзді 1000 рет айтасың ғой, 1000 рет. Сіздерге осы видеом ұнады? Онда пока!